Нұрсұлтан қаласы әкімдігінің онлайн баспасөз мәслихатын бастаймыз. Қайырлы күн. Мы начинаем онлайн пресс-конференцию пресс-центра акимата города Нур-Султан. Сегодня мы затрагиваем тему «Вопросы занятости населения в городе Нур-Султан». Баспасөз конференциясы Нур-Султан қаласында халықты жұмыспен қамту мәселелері тақырыбына арналады. Алдымен спикерлермен таныстырып өтейін. Қабжанов Бақытбек Әділбекұлы, Нұр-Султан қаласы әкімдігінің халықты жұмыспен қамту орталығының басшысы. Кабжанов Бақытбек Адильбекович, руководитель Центра занятости населения города Нур-Султан. Байтасов Азамат Елемесович, руководитель отдела содействия в трудоустройстве Центра занятости населения города Нур-Султан. Байтасов Азамат Елемесұлы, Нур-Султан қаласы әкімдігінің халықты жұмыспен қамту орталығының жұмысқа орналасуға жәрдемдесу бөлімінің жетекшісі. Құрметті қонақтар, қош келдіңіздер. Алғашқы сөз кезегі халықты жұмыспен қамту орталығының басшысы Бақытбек Әділбекұлына беріледі. Спасибо большое. Немного расскажу о Центре занятости населения города Нур-Султан. Центр занятости населения города Нур-Султан оказывает государственные услуги для граждан и работодателей в части трудового посредничества, активных мер содействия занятости, организации социальной защиты от безработицы, а также адрес социальной помощи. Мы реализуем государственные программы ЕМБЕК и дорожная карта занятости. Если вкратце говорить, то немного расскажу о дорожной карте занятости. Она предусматривает реализацию инфраструктурных проектов. В рамках данной программы Центр занятости населения трудоустраивает на инфраструктурные проекты в сфере строительства, ремонта, благоустройства дворовых территорий, а также озеленения города. На проекты дорожной карты занятости планируется через Центр занятости трудоустроить более 7600 человек. Это у нас, конечно, акцент делается на безработную молодежь. На сегодняшний день уже по состоянию на 8 июня мы трудоустроили через Центр занятости города Нур-Султан 2410 человек. Для участия в данной программе наши безработные могут подать заявку в онлайн-режиме либо офлайн режиме. Это все у нас подается через Центр занятости населения города Нур-Султан. Касательно государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства ЕМБЕК. В данной программе мы реализуем следующие направления. Это профессиональное обучение, молодежная практика, общественные работы, социально-рабочие места, а также мы выдаем государственные гранты на реализацию новых бизнес-идей. На сегодняшний день 213 человек проходят молодежную практику. На общественные работы трудоустроено более 1100 человек, а также социально-рабочие места порядка 100 человек уже работают. Немножко расскажу вам по профессиональному обучению. Оно осуществляется по квалификациям и навыкам, заявленным работодателем. Продолжительность краткосрочного профессионального обучения составляет от 3 до 6 месяцев, исходя из особенностей квалификации навыков. Так, на сегодняшний день утверждено уже 17 специальностей. В рамках профессионального обучения предусмотрена стипендия нашим безработным, которые у нас обучаются. Это 17 тысяч тенге. Конечно, эта стипендия выплачивается государством для того, чтобы наш безработный мог доезжать до места своего обучения, то есть и тратить на эти затраты. Обучение у нас проводится бесплатно за счет государства. И все безработные могут участвовать. Если прийти к молодежной практике, то она предназначена для получения первоначального опыта работы по полученной специальности. Продолжительность не более 6 месяцев. Участники безработные, это то есть завершившие обучение не позднее 3 лет со дня получения диплома и не старше 29 лет. И имеющие опыт работы по полученной специальности, то есть не имеющие опыт работы. Средняя заработная плата – это 89 тысяч тенге. Я скажу немножко о молодежной практике. Это те студенты, допустим, которые закончили на сегодняшний день высшие учебные заведения,
которых всегда работодатель требует, где твой опыт работы, мы здесь можем смело на 6 месяцев ему организовать такую молодежную практику. Это все, конечно, за счет государства оплачивается. После этого, после этой молодежной практики он может трудоустроиться на постоянное место работы. Касательно общественных работ. Это трудовая деятельность, не требующая предварительной профессиональной подготовки. Продолжительность, она, допустим, до 31 декабря, то есть если вы в этом году заключаете договор, то до 31 декабря 2020 года ваш договор будет работать. И на следующий год вы также можете его продлить. Заработная плата составляет 85 тысяч тенге. Касательно социально-рабочих мест. Рабочие места для безработных с субсидированием заработной платы. То есть заработная плата, тут надо понимать, что от 50 тысяч тенге, ну и выше, как работодатель поставит вам заработную плату. Для участия в данных программах, конечно, можно будет, даже необходимо будет обратиться в Центр занятости населения города Нур-Султан, либо подать свою заявку через портал ЕГОВ. Перейдем к государственным грантам, которые выдаются на реализацию новых бизнес-идей. Они предоставляются участникам программы, планирующим открыть свое дело на безвозмездной и безвозвратной основе. Размер до 200 МРП. Ну, или 555 600 тенге. На сегодняшний день уже выдано 64 гранта. Мы планируем еще выдать более 150 грантов. На данную программу имеют право участвовать безработные, завершившие краткосрочное профессиональное обучение в рамках программы ЕМБЕК, либо предприниматели и лица, оплатившие на момент обращения единый совокупный платеж в соответствии с налоговым законодательством, прошедшие курсы обучения основам предпринимательского проекта «Бизнес-Бастау». Да, также хотелось бы еще остановиться на адресной социальной помощи. Это у нас предоставляется лицу или семье со среднедушевым доходом, не превышающим черту бедности. Сегодня выплачено уже более 3600 семьям адресная социальная помощь. Ее получить также можно через портал ЕГОВ, подать заявку. Там есть в портале у нас окна, где они подаются, и образец данного заявления. Да, и у нас еще есть все наши, для того, чтобы стать участником какой-либо программы, либо трудоустроиться, вы, конечно, можете, как я только что отметил, вернее, онлайн, ознакомиться онлайн, подать заявку через embek.kz, либо зайти на сайт Центра занятости акимата города Нур-Султан, зарегистрировавшись, получаете список профессий, где там все указано, и, соответственно, по зарплатам. Либо подойти в Центр занятости населения города Нур-Султан, обратиться к нашим специалистам, они вас проконсультируют. Спасибо. Рахмет. Келесі сөз кезегі жұмыспен қамту орталығының жұмысқа орналасуға жәрдемдесу бөлімінің жетекшісі Азамат Елемесұлына беріледі. Саламатсыздар ма? Нұр-Сұлтан қаласы әкімдігінің халықпен жұмыспен қамту орталығы жұмыссыз жүрген азаматтарға және де жұмыс берушілерге еңбек делдалдығын және жұмыспен қамтуға жәрдемдесуін белсенді шараларын және сондай-ақ жұмыссыздыққа әлеуметтік қорғау жұмыстарын ұйымдастырады. Және де жұмыспен қамту орталығы екі мемлекеттік бағдарлама бойынша қызмет атқарады. Оны айта кетсек, ол жұмыспен қамту, нәтижелі жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2020-2021 жылға арналған еңбек бағдарламасы және де жұмыспен қамту жол картасы бағдарламасы аясында қызмет атқарады. Ол бағдарлама бойынша кейінірек айта кетеміз. Қазіргі таңда дағдарысқа қарсы және карантин кезінде жұмыспен қамту орталығы екі режимде жұмыс істеп жатыр, онлайн және офлайн. Дәлірек айтсақ, онлайн режимінде біздің жұмыс берушілер және жұмыссыз жүрген қатарында жүрген азаматтар үйден шықпай-ақ және офистардан шықпай-ақ еңбек.kz сайтына кіріп, өзіне ұнаған жұмыссыз азаматтарға
жұмысқа шақыруға болады, және жұмыссыз жүрген азаматтарымыз өзіне ұнаған жұмыс берушілерге резюмесін жіберіп, жұмысқа орналасуға мүмкіндік туындап тұр қазіргі таңда. Және де офлайн және де жұмыспен қамту жол картасы бағдарламасы вакансиялары www.czastana.kz деген сайтымызда шығып тұр. Тұрақты жұмыс іздеп жатқан азаматтарымыз сол сайтқа кіріп бос вакансияларды көре алады. Қазіргі таңда карантин кезінде үлкен кезекте тұрмас үшін мобильді қосымша арқылы, смарт астана қосымша арқылы жұмыспен қамту орталығына электронды бронь жасауға болады. Бұл бронь арқылы өзіңіз таңдаған уақыт, таңдаған жұмыспен қамту шараласын таңдап, уақытын, күнін таңдап, сол броньмен келуге болады, кезекке тұрмай-ақ. Бұл өте ыңғайлы, және де қазіргі таңда жұмыспен қамту орталығына 200 адам жүгінсе, соның 40% тек қана сол электронды талонмен келіп жатыр. Егер де кезек тұрмын десеңіз, сол мобиль қосымша арқылы броньдап келуге мүмкіндік бар. Енді мемлекеттік бағдарлама бойынша айта кетсек, 2020-21 жылдарға арналған жұмыспен қамту жол картасы бағдарламасы аясында жұмыспен қамту орталығы құрылыс, жөндеу, абаттандыру және көгалдандыру жұмыстарын жүргізіп жатыр. Бұл көптеген 100-ден астам инфрақұрылымдық объектілер Нұр-Сұлтан қаласында қосылған. Бұл бағдарлама аясында жоспар бойынша 7000-нан астам жұмыссыз азаматтарымыз жұмысқа орналастырады. Және де қазіргі таңда 2000-нан астам жұмыссыз азаматымыз өз жұмыс берушілерін табуда. Бұл бағдарламаның аясында ең төменгі жалақының мөлшері 85 мың теңгені құрап тұр. Бұл бағдарламаға қатысам деген жұмыссыз азаматтарымызға жеке куәлігі, еңбек кітапшасы, білім растайтын құжаты тек қана қажет. Және де сабақтан бос уақытта және студенттеріміз де қатыса алады. Қазіргі каникул дейді, каникул периодының уақытында. Егер де жұмысқа шығам десеңіздер, бейбітшілік 25 мекен-жайына келіп, бұл бос вакансиялар көруге болады. Тағы да басқа екінші бағдарламамыз ол нәтижелі жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлікті дамыту деген еңбек мемлекеттік бағдарлама. Бұл бағдарлама аясында ағымдағы жылдың 8 маусымында жағдайы бойынша 213 адам жастар тәжірибесіне жолданған. Қоғамдық жұмыстарға 1000-нан астам жұмыссыз азаматым жолданды. Әлеуметтік жұмыс орындарына 100-ден астам жұмыс азаматтар жолданған. Және де мемлекеттік өз ісін ашам деген азаматтарға 64 грант берілді. Және де 2019 жылдың нәтижесі бойынша мемлекеттік грантқа ие болған 1212 азаматымыз бар. Олар қазіргі кезде өз бизнестерін ашып және жұмыс істеп жатыр. Негізі мемлекеттік грант бойынша айта кететін болсақ, 2019 жылдың шарттары бойынша екі категорияға бөлігеміз. Бұл 100 МРП алатын, айлық есептік көрсеткіш және 200 болған. Қазіргі таңда барлық азаматтарға 200 МРП мөлшерінде грант тағайындалады. Ол айта кетсек 555-600 теңгені құрап тұр. Бұл грант тек қана еңбек құралдарына, аренда дейді ғой, және де өз ісін ашам деген азаматтарға беріліп жатыр. Бұл грант алу үшін жұмыссыз азаматтарымыз жұмыспен қамту орталығында қысқа мерзімді кәсіптік оқыту өтуге, немесе атамекен палатасында бизнес бастау деген проект бойынша қысқа мерзім курс оқу керек. Атамекеннің курсы, бастау бизнес курсымыз қазіргі таңда 21 күнін құрап тұр оқу, немесе жұмыспен қамту орталған курстар 1 айдан 3 айға дейін мамандыққа байланысты оқу ұзақтығы. Грант алам деген азаматтарымыз керекті құжаттар, ол жеке куәлігіңіз, оқу аяқтаған сертификат және дайын бизнес план, бизнес жоспар қажет. Қазіргі таңда жылдың басынан бастап 300-ден астам жұмыссыз азаматымыз грантқа құжаттарын тапсырған, және қазіргі кезде 64 жұмыссыз азаматтарымыз грантқа ие болды. Қазіргі кезде құжаттар қабылдау әлі жалғасуда. Тағы да мемлекеттік бағдарлама ол қысқа мерзімді кәсіптік оқыту
Бұл бағдарлама негізінде курсымыз жұмыс берушілердің ұсынысы арқылы ұйымдастырылады. Егер де тұрақты жұмысқа қажет болса, мамандар, жұмыс берушіміз бізге ұсыныс беріп, сол жұмыс берушіге арнайы біз мамандар дайындап, сол жұмысқа орналастырамыз. Оқу тегін, оқу барысында мемлекет атынан стипендия төленеді, шәкіртақы 16.759 теңге мөлшерінде. Оқу аяқтағаннан кейін барлық жұмыс азаматтарымыз ұсыныс берген жұмыс берушіге тұрақты жұмысқа орналастырылады. Бұл мемлекеттік бағдарлама өте ыңғайлы, өйткені курс бітірген азаматымыз оқу аяқтағаннан кейін қай жаққа жұмысқа барамын деп уайымдамайды. Ол жұмыс курстың алдында оған жұмыс берушін тауып дайындық қоямыз. Және де практика дейді, ол практикасын сол жұмыс беруші өтеді. Бұл курсымыз дуалды модель бойынша оқытылады. 3 ай болғанымен оның жартысын теория болады, жартысын кәдімгі жұмыс берушіге барып, қалай жұмыс істейтін қолмен көріп үйренеді. Және де барлығы ол тегін. Тағы бір бағдарламамыз ол жастар тәжірибесі. Жастар тәжірибесі ол оқу аяқтағаны 3 жылдан аспаған, мамандық бойынша жұмыс өтілі жоқ, жасы 29-да толмаған жас түлектеріміз жолданады. Қазіргі таңда біздің жұмыспен қамту орталығында жоба бойынша 900 азаматтарымызды жұмысқа орналастыру қажет. Қазіргі таңда 200-ден астам тек қана жас түлектеріміз жұмысқа орналастырылды. Егер де қазіргі негізі брифингімізді тыңдап жатқан жас түлектері болса, жұмыспен қамту орталығына келіп, есігіміз ашық, келіп жолдама алып, тұрақты жұмысқа орналастыруға, уақытша жұмысқа орналасуға мүмкіндік бар. Бұл бағдарлама 6 айға қарастырылған. Осы 6 ай кезінде жалақыны мемлекет төлеп тұрады. Сіз жұмыс берушіде жұмыс істеп, жұмыс тәжірибесін жинайсыздар. Тағы бір бағдарлама ол қоғамдық жұмыстар. Алдын ала кәсіби даярлық талап етпейтін жұмыс ұзақтығы 1 жыл. Осы жылдың желтоқсанына дейін қазіргі таңда еңбек ақы мөлшері 85 теңге құрап тұр. Келімдеген азаматтарымыз орындар бос. Және де жастар тәжірибесі бойынша жалақыны айтқан жоқпын. Қазіргі таңда жалақының мөлшері 89 мың теңге құрап тұр, қолға түсетін 76 мың. Бұл жалақы Қазақстан бойы ең үлкен жалақы, өткені бағдарлама бойынша барлық региондарда 65 мың теңге құрап тұр жалақының мөлшері. Нұр Сұлтан қаласында жергілікті атқарушы органның бұйрығымен қосымша тағы 10 МРП төлеп жатырмыз. Үшінші бағдарлама ол әлеуметтік жұмыс орындары. Бұл негізі бағдарлама жұмыс берушіге қолдау мақсатында қарастырылған. Жұмыспен қамту орталығы сол жұмыс берушіге тұрақты жұмысқа, уақытша жұмысқа жолдаған азаматтардың 35%-ын, жалақының 35%-ын мемлекет төлейді. Бұл өте ыңғайлы, және де жұмыс берушіге кішкентай да болса көмек ретінде қарастырылған бағдарлама. Бірақ бұл бағдарлама бойынша ең төменгі жалақы мөлшері қазіргі таңда 50 мың теңге құрап тұр, және ең үлкен жалақын көрсеткіш 370 мың теңге құрап тұр. Дәлірек айтсақ, бұл бағдарлама бойынша ең максималды субсидия дейді, субсидиялау 42 500 теңге құрап тұр. Ондан көп мемлекет субсидия жасамайды бұл бағдарламаға. Тағы да айта кететін бағдарлама ол бастау бизнес. Бастау бизнесті оқу үшін жұмыс азаматтарымыз Нұр Сұлтан қаласы жұмыспен қамту орталығына келіп жолдама тек қана ала алады. Бұл жолдаманы олар Атамекен кәсіпкер палатасына апарып, сол курсқа жазылады. Бұл оқу барысы 21 күн құрап тұр. Бұл курста қалай бизнес жүргізу және қандай бизнес жоспар қалай жазуды үйретеді. Бұл қазіргі таңда карантинға байланысты онлайн режимде өтейін деп жатыр оқуымыз. Осы оқуымыз 10 июньден басталады. Қазіргі таңда жұмыспен қамту орталығына келіп 800 адам жолдама алып кетті. Қазіргі таңда әлі жұмыс бос орындар, жоспар бойынша 1890 адамды оқыту жоспарлануда. Негізі болды осымен. Жақсы, рахмет. Құрметті қонақтар, бұқаралық ақпарат құралдарынан келіп түскен сұрақтар бар, соған кезек берсек. Бірінші сұрақ. Карантин кезінде қанша адам жұмыссыз қалды? Жұмыссыз ретінде тіркеліп, мемлекеттен көмек, яғни жалақының белгілі бір пайызын алған қанша адам бар дейді.
Карантин басталғалы жұмыс жоғалтқан азаматтарымыз едәуір өсті. Ол негізі жұмыссыз деңгейі деп айтсақ, қазір таңда Нұр-Сұлтан қаласында жұмыссыз деңгейі 4,16%-ын құрап тұр. Негізі жоба бойынша енді жұмыссыз жүрген азаматтарымыз 6%-ға дейін өседі деп жоспарлануда. Дәлірек айтсақ, қазіргі таңда жұмыс беруші қатарынан бізге хабарлама түскен 83 жұмыс берушіміз уведомление жіберген, бізге қысқарту болады деп, соның 867 адам қысқартылады деген мәлімет беріп тұр. Қазіргі таңда соның ішінде 276 жұмыскеріміз жұмыстан қысқартылды. Бұл азаматтарға егерде жұмыстан қысқартылған жағдайда мемлекет атынан жұмыс жоғалтқанға байланысты әлеуметтік төлемдері бар. Бұл төлемді алу үшін Нұр-Сұлтан қаласы әкімдігінің жұмыспен қамту орталығына келіп, құжаттар тапсыру керек. Құжаттардың тізімі жеке куәлігіңіз, еңбек кітапшаңыз және жұмыстан шыққан деген жазуы болу керек, және дипломыңыз, егер де бар болса, немесе аттестат. Сол құжаттарды апарып, және 20 шот алып келесіз. Сол құжаттарды біз өтініш қалдырасыз, сол құжаттар рәсімдеп, сіз бұл төлемді ала аласыз. Бұл төлем негізі сіздің ресми түрде жұмыс істесеңіз, және де зейнетақы аударымдары бар болса, сол кезде тағайындалады. Дәлірек айтсақ, бұл сіз алған жалақыңыздың шамамен 40%-ын тек қана төленеді сізге. Жалпы ондай өтінім қалдыру үшін онлайн қосымша бар ма? Қай жерге азаматтар бере алады өтінімдерін? Әлде бару керек па орталыққа? Қазіргі кезде онлайн тапсырам десеңіздер, егов портал арқылы жұмыс іздеуші қатарына қосыласыз, бірақ бұл функция деді ғой, тек қана жұмыссыз ретінде тіркеуде бар азаматтар ғана рәсімделеді. Ол жұмыссыз ретінде тіркеу үшін сіз жұмыспен қамту орталығына келу керексіз. Бұл мекен-жайымыз бейбітшілік 25. Егер де бұл азаматымыз жұмыссыз ретінде тіркеуде бар болса, онда ол азаматымыз еңбек порталында ЕЦП-сі бар болса, өзі рәсімдей алады. Негізі жұмыспен қамту орталығына келу керек. Түсінікті, рахмет. Енді екінші сұраққа кезек берейік. Изменилась ли статистика по количеству безработных граждан в Нур-Султане из-за карантина? По сравнению с аналогичным периодом с 2019 годом, статистика не увеличилась. Я не скажу, что она прям так много увеличилась. У нас на сегодняшний день на учете Центра занятости состоят более 3800 человек. Вот, как мой коллега сказал, 4,4% по статистике. Из них надо определить то, что у нас более 1500 человек, которые вот из 3800, из них 1500 человек это по активным мерам. То есть это люди, которые стали безработными, но мы их отправили на активные меры, это вот социально-рабочие места, то есть мы временно их трудоустроили. Они у нас стоят на учете, но мы их временно трудоустроили. Это социально-рабочие места, молодежная практика есть, общественные работы есть. Дополнительно из этих 800 тысяч человек мы выплатили соцвыплату по 1300 человекам. И постоянно, которые ищут у нас работу, это больше 900 человек. Вот реально, которые ищут работу. Мы проводим большую работу, чтобы их трудоустроить. Мы работаем с работодателями. Я здесь хотел бы немножко сказать нашим работодателям, малому и среднему бизнесу, что мы, Центр занятости, предлагаем вам участвовать в активных наших мерах. То есть, если ваш сотрудник, либо вам нужен сотрудник, вы направляете нам специальность, которую вашему предприятию необходима, мы данного безработного обучаем за счет государства и направляем вам для дальнейшего трудоустройства. И также мы работаем по молодежной практике, это тоже в поддержку нашим работодателям. Это все, конечно, молодежная практика оплачивается за счет государства, а также общественные работы. Также оплачиваются за счет государства, но работают они у вас. Спасибо. Рахмет. Кезекті сұрақ. Жұмыспен қамтудың жол картасы бойынша биыл қанша адам жұмысқа тұрғызылады дейді. Және баяндамада айтылды, дегенмен тағы бір нақтылап өтсеңіз болады. Жоба бойынша жұмыспен қамту жол картасы бағдарламасы бойынша негізі 15 мың жұмыс орнынан құрылып жатыр. Бұл негізі бағдарлама шарттары бойынша жұмыспен қамту орталығы бойынша
7 мыңнан астам жұмыссыз азаматтарымыз жұмысқа орналастырылады. Қазіргі таңда бүгінгі статистика бойынша 2410 жұмыссыз азаматымыз бұл бағдарлама бойынша жұмысқа орналастырылды. Жақсы, рахмет. Осымен тікелей көрсетілім таман. Амандықпен жүздескенше.